14 жастамын. Ұлтым башқұртпын. Мен тәуелсіз бағалау компаниясында жұмыс істеймін. Мен бағалаушымын. Менің басым үлкен болады. Менің әже атам Мариса. Ол Атбасар қаласында тұрады. Ол 68 жаста. Ол зейнеткер. Менің әжем ауыр атлет, бұрыншы ауыр атлет. Менің ата-анам Ресейде тұрады. Сіз айтыңыз. Сіздің жасыңыз нешеде? Мен 17 жастамын. Ұлтыңыз кім? Менің ұлтым армян. Істейсіз, оқисыз ба, жұмыс істейсіз бе? Мен студентпін, мен жұмыс істемеймін. Қазір мен бірінші курс оқимын. Мен Реля, маған 66 жас, мен зейнеткермін. Бар 2 балам, қызым бар, ұлым бар, 4 немерем бар. Енді солардың қызығында жоқпыз, дом дружбаны жақсы көреміз. Қазақ тілінің нені келіп отырмыз, уроктерін алып отырмыз. Рахмет. Менің аты жөнім Лаула Тоғатайқызы. Мен руханият орталығынан келген оқытушы боламын. Осы достық үйінде этномәдени орталықтардың өкілдеріне сабақ беріп жатырмын. Сабағымыздың басталғанына 2 ай болды. Әрине, тыңдаушылардың қабілеті өте жақсы. Әзірдің өзінде жақсы сөйлеп, түсініп қалды тілді. Сондықтан баршаларыңызды қазақ тілін оқуға шақырамын. Біздің сабағымыз аптаның дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері сағат 7-де басталады. Баршаңызды сабағымызға шақырамын. Қазақ тілін бірге үйренейік.